Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді, өте жұп-жұмсақ болып шығатын грек жаңғағы қосылған рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен қажетті ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Рулеттің қамырын дайындау үшін ең алдымен табамызға бір жұмыртқамызды жарып, оның үстіне қантымызды қосып жақсылап араластырамыз. Одан кейін жылы сүтімізді құйып, және де ерітілген сары майымызды қосып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Одан кейін електен өткізілген ұнымыздың үстіне ашытқымызды және шым-шым тұз қосып, осылай араластырамыз. Одан кейін осы сұйық массамызға екі бөлшектеп құятын боламыз. Бірінші бөлшегін салғаннан кейін осылай венчиктің көмегімен араластырамыз. Қалған бөлігін салып, қолымыздың көмегімен жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бізде осындай жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығу қажет. Енді бұның бетін жауып, кем дегенде 1 сағатқа көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілгенше ортасына салынатын салмасын дайындап аламыз. Қантымыздың үстіне осылай ұсақталынған грек жаңғағын дайындап аламыз. Екеуін біріктіріп, жақсылап араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын болғаннан кейін оқтаудың көмегімен осылай жұқалатып, дөңгелетіп жайып шығамыз. Одан кейін оның арасына жаңағы салмамызды салып, осылай видеодағыдай барлығын салып шығасыздар. Салмасын салып болғаннан кейін қамырымызды осылай рулет қылып орап шығамыз. Шет жақтарын жақсылап қысып, осылай дәл осы видеодағыдай жасап шығасыздар. Рулетімізді 2 бөлікке бөлеміз. Одан кейін табамыздың астына пергамент қағазын төсеп, бетіне жұмыртқамызды жағып, 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минуттай беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің рулетіміз дайын болды. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де видео рецепт ұнаса, видеома лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Аякөз. Астарыңыз дәмді болсын, және де осы видеомен достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар.